Саламатсыздар ағайын. Келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен баршаңызды құттықтаймын. Сіздер апталық шолу бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Олай болса, бастайық. Дүйсенбі күні, яғни 28 ақпан күні мектебімізде ризашылық марафоны бастау алды. Осыған орай бірінші қабатта дәлізде қайырымдылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Өмірге риза болып алғыс айт деген ұранмен өткен шараға даярлық топ және бастауыш сынып оқушылары қатысты. Олар әртүрлі тәттілер даярлап әкелді. Ішінде тоқаштар, бауырсақ, бүйрек, құймақ және тағы да басқа тағамдар болды. Оқушылар оларды қолжетімді бағада сатып, жиналған қаражат қайырымдылыққа жұмсалды. Дүйсенбі күні алғыс айту күнінің қарсаңында сынып сағаттары өткізілді. Ол шүкірет тақырыбына арналды. Шараның мақсаты балалардың сыйластық туралы түсініктерін кеңейту, оқушыларға ризашылық пен сүйіспеншілік қасиеттерін дарыту, алғыс айту күнінің мән-маңызын ашу болды. Тақырыптық сынып сағаттарында 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оқушылар түгел қамтылды. Дүйсенбі күні алғыс айту күніне орай 1-ші сынып оқушылары барлығы үшін алғыс атты челленджге қатысты. Атама алғыс айтамын. Әкеме алғыс айтамын. Әжеме алғыс айтамын. Анама алғыс айтамын. Ұстазыма алғыс айтамын. Сәрсенбі күні бастауыш сынып оқушылары «Ананың бәрі маңызды, ананың бәрі керек» тақырыбында өткен танымдық ойынға қатысты. Оны аға тәлімгер мен психолог маманы ұйымдастырды. Ойын барысында оқушылар дайын сызбаларды бояды, артикуляциялық гимнастика жасады. Ұйымдастырушылар балаларға әртүрлі логикалық тапсырмалар әзірледі. Соның негізінде олар аналарға лайықты мамандықтарды табуға тырысты. Және ойын соңында ашық хаттар жазды. 8 наурыз шуақты мереке қарсаңында мектеп кітапханашысы әйел туралы даналық кітап атты иллюстрациялық кітап көрмесін ұйымдастырды. Көрмеге әйел азаматтың бейнесін ашатын, оның сұлулығын жырлайтын ақындар мен жазушылардың еңбектері қойылды. Осындай тағы да бір кітап көрмесі Қызылжар ауданының 25 жылдығына арналды. Онда ауданның негізі қаланған 1997 жылдан бергі тарихы туралы сыр шертетін суреттер мен деректер келтірілді. Бейсенбі күні мектебімізде ерекше фотокөрме ұйымдастырылды. Оған даярлық топтың тәрбиеленушілері белсене қатысты. Фотокөрмеге бүлдіршіндер өз қолдарымен жасап әкелген бұйымдарын қойды, өз шеберліктерін танытып, суреттерге түсті. Шара өте қызықты өтті. Айта кету керек, мектебімізде 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай қолөнер бұйымдарын байқауы өтіп жатыр. Әженің қолөнері атты байқауға бірден бастап 11-ші сынып оқушылары қатыса алады. Жеңімпаздар ең түпнұсқа жұмыс, көктем сыйлары және көктем ертегісі аталымдары бойынша анықталады. Байқаудың нәтижесі 9 наурыз күні белгілі болады. Осымен біздің апталық шоуымыз аяқталды. Барша аналарды, әжелерді, жалпы қыздар қауымын төл мерекелермен тағы да құттықтаймын. Демалыстарыңыз көңілді өтсін. Келесі аптада жолыққанша аман, сау болыңыздар.